Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен атаулы жалпы ішкі өнім, нақты жалпы ішкі өнім және жалпы ішкі өнім дефляторы көрсеткіштерін есептеуді үйренеміз. Аталған көрсеткіштерді есептеу жолын түсіндіру үшін біз белгілі бір елде тек екі түрлі тауар түрі өндіріледі деген болжам жасаймыз. Ол бал және сүт. Алдарыңыздағы кестеде балдың бағасы, бал көлемі, сүттің бағасы және сүттің көлемі 2018, 19 және 20 жылдағы мәліметтер берілген. Атаулы жалпы ішкі өнім дегеніміз не? Кейбір оқулықтарда бұл көрсеткішті номиналды жалпы ішкі өнім деп атайды. Атаулы жалпы ішкі өнім дегеніміз ағымдағы жылы өндірілген өнімді ағымдағы жылғы бағамен есептеп, барлық өнімдердің нарықтық құнын қосатын болсақ, біз атаулы жалпы ішкі өнімді аламыз. Енді 2018 жылғы атаулы жалпы ішкі өнімді есептеу үшін осы 18 жылғы бал көлемін көбейтеміз 18 жылғы бал бағасына, қосамыз 18 жылы өндірілген сүт көлемі көбейтілген 18 жылғы сүт бағасына. Демек, 2018 жылы өндірілген өнімнің көлемі 23.500 теңгеге тең. Енді 19 жылғы атаулы жалпы ішкі өнімді есептеу үшін 19 жылғы бал көлемін көбейтеміз 19 жылғы бал бағасына, қосамыз 19 жылғы сүт көлемі 80 литр көбейтілген сүттің бағасы 19 жылдағы 200 теңгеге. 2019 жылғы атаулы жалпы ішкі өнім 38.500 теңгеге тең. Дәл осылай 20 жылғы көрсеткішті есептейміз. Демек, 20 жылғы бал көлемін сол жылғы бал бағасына көбейтеміз, қосамыз 20 жылғы, демек осы ағымдағы жылғы сүт көлемі көбейтілген ағымдағы жылғы сүт бағасына. Біз қазір 20 жылды қарастырып жатырмыз. 20 жылғы атаулы жалпы ішкі өнім 49.500 теңгеге тең. Егер де осы 3 жылғы жалпы ішкі өнімнің, атаулы жалпы ішкі өнімнің динамикасына қарайтын болсақ, әр жылғы өндірілген өнім көлемі алдыңғы жылғы өнім көлемімен салыстырғанда көбірек өндірілгендей болып көрінеді. Енді нақты жалпы ішкі өнімді есептейік. Атаулы жалпы ішкі өнім көрсеткішін жасыра тұрайық. Нақты жалпы ішкі өнім дегеніміз ағымдағы жылы өндірілген өнім көлемі тұрақты жылғы бағамен есептелінгендегі жалпы ішкі өнім. Немесе ағымдағы жылы өндірілген өнім көлемі базалық жылғы бағамен есептелгендегі нақты жалпы ішкі өнім. Базалық жыл ретінде 2018 жылды алайық. жылғы нақты жалпы ішкі өнім, оны есептейміз. Демек, 18 жылғы бал көлемін есептейміз 18 жылғы бал бағасымен, қосамыз 18 жылғы сүт көлемі есептелген 18 жылғы сүт бағасымен. Және ол 23.500 теңгені құрайды. Және 18 жылғы нақты жалпы ішкі өнім 18 жылғы атаулы жалпы ішкі өнімге тең болады. Енді 19 жылғы нақты жалпы ішкі өнімді есептеу үшін 19 жылғы бал көлемін есептейміз базалық 18 жылғы бал бағасымен, қосамыз 19 жылғы сүт көлемі 80 литр есептелген 18 жылғы сүт бағасымен. 2019 жылғы нақты жалпы ішкі өнім 27.000 теңгені құрады. Енді 20 жылғы нақты жалпы ішкі өнімді есептейік. Ол үшін біз 20 жылғы бал көлемін есептейміз 18 жылғы бал бағасымен, қосамыз 20 жылғы сүт көлемі есептелген 18 жылғы сүт бағасымен. 2020 жылғы нақты жалпы ішкі өнім 26.500 теңгені құрады. Егер де біз тұрақты 2018 жылғы бағамен есептелген нақты жалпы ішкі өнім динамикасына қарайтын болсақ, 2019 жылы нақты жалпы ішкі өнім 2018 жылмен салыстырғанда өскен, ал 2020 жылғы нақты жалпы ішкі өнім 2019 жылмен салыстырғанда кеміген. Демек, біз осы өнімді тұрақты бағамен есептеп, оны талдайтын болсақ, шын мәнінде
көп өнім өндірілмегенін байқай аламыз. Өнім көлемі аса көп өзгермегендігін байқаймыз. Ал егер де атаулы жалпы ішкі өнім динамикасына қарайтын болсақ, көп өнім құны өндірілгендей қате талдау жасауымыз мүмкін, қате түйін жасауымыз мүмкін. Сондықтан, ондай қателік кетпес үшін нақты жалпы ішкі өнім көрсеткіші есептеледі. Енді біз сіздермен жалпы ішкі өнім дефляторы көрсеткішін есептейік. Жалпы ішкі өнім дефляторын көрсеткішін есептеу үшін атаулы жалпы ішкі өнімді бөлеміз нақты жалпы ішкі өнімге және көбейтеміз 100%-ға. 18 жылға дефляторды есептеу үшін 18 жылға атаулы жалпы ішкі өнімді бөлеміз 18 жылға нақты жалпы ішкі өнімге көбейтеміз 100%-ға. Және ол әрдайым 100-ге тең болады. Себебі 18 жылға атаулы жалпы ішкі өнім мен 18 жылға нақты жалпы ішкі өнім өзара тең, сондықтан ол 100%-ды береді, немесе коэффициенті 1-ге тең болады. 19 жылғы дефляторды есептеу үшін 19 жылға атаулы жалпы ішкі өнімді бөлеміз 19 жылғы нақты жалпы ішкі өнімге көбейтеміз 100%-ға. 142,6%-ды құрады. 20 жылғы дефляторды есептеу үшін 20 жылға атаулы жалпы ішкі өнімді бөлеміз 20 жылға нақты жалпы ішкі өнімге көбейтеміз 100%-ға. Ол 186,8%-ды құрады. Жалпы ішкі өнім дефляторы көрсеткіштерін талдай отырып, қандай түйіндеме жасай аламыз? Демек, 19 жылы өндірілген өнімдердің бағасы 18 жылмен салыстырғанда 42,6%-ға өскен. Назарларыңызға рахмет.